Сәлеметсіздер ме, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, құрметті біздің парақшаның тұрақты оқырмандары. Бүгін мен сіздермен Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 2026 жылғы бірінші жарты жылдығында ғылым, экологиялық ағарту және туризм саласындағы атқарған жұмыстары бойынша қысқаша баяндайтын боламын. Менің есімім Қасымханова Тоғжан Қанатбекқызы, бас директордың ғылым және туризм жөніндегі орынбасары лауазымында қызмет атқарамын. Ғылыми зерттеу қызметі. Ғылыми зерттеу жұмыстары бұл ұлттық парктың негізгі діңгегі. 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында бөлім мамандары жоспардағы жұмыстарды толық көлемде орындады. Қаңтар-наурыз айларында 2021 және 2025 жылдар аралығында жүргізген 5 ғылыми зерттеу тақырыбының қорытынды есептері жазылды. Зерттелген тақырыптардың біреуі бұл өсімдіктер дүниесіне түгендеу жүргізу, оның ішінде сирек кездесетін өсімдіктердің популяциясының жай-күйін бағалау болатын. Түгендеу нәтижесінде жоғары сатылы түтікшел өсімдіктердің саны 744 түрден 902 түрге дейін жетті. 5 жыл аралықта өсімдіктің 158 түрі анықталып, тізімге жаңадан енгізілді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген 25 сирек өсімдік түрінің өсетін орындары анықталып, картасы жасалды. Бұл мәліметтер сирек түрлерді қорғау мен мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Олардың заңсыз жинаудың алдын алу, сондай-ақ туристік маршруттарды табиғатқа зиян келтірмеу жоспарлау үшін де қажет материал. Яғни зерттеу нәтижесі жай ғана ғылыми дерек емес, ұлттық парктің биолантүрлігін нақты қорғауға арналған практикалық құрал. Зерттеу қорытындыларының материалдары негізінде Жоңғар Алатауының флорасының тізімі мен таралу орны көрсетілген өсімдіктер каталог жинағы, сирек өсімдіктерге арналған кітап, сондай-ақ Сиверс алмасының қазіргі жағдайы атты 3 ғылыми басылым жарық көрді. Келесі тақырып бұл жәндіктерді түгендеу тақырыбы. Зерттеу барысында ұлттық парк аумағындағы жәндіктердің түрлі құрамы анықталып, таралу ерекшеліктері зерттелді. Нәтижесінде парк аумағында 421 жәндік бар екені анықталды. Бұл ғылыми жинақтардың қорытындысы ретінде жәндіктер атты басылым шығарылды. Бұрын зерттелмеген жәндіктердің 130 жаңа түрі анықталды. Келесі тақырып бұл Тянь-Шань қоңыр аюының қазіргі таралу аумағы мен саны. Аю бұл таулы аймақ экожүйесінің негізгі көрсеткіші. Оның популяциясының жағдайы бүкіл табиғи кешеннің денсаулығын білдіреді. Зерттеу барысында фототұзақтың көмегі зор болды. 2025 жылдың санағы бойынша 299 аю бар екені тіркелді. Популяция тығыздығы картаға түсірілді. Таралу аумағы анықталып, қорғау бойынша ұсыныстар әзірленді. Келесі тақырып бұл мысықтар тұқымдасының экологиялық жағдайы тақырыбы. Бұл жыртқыштардың негізгі мекені таулы аймақтар. Сондықтан олардың жағдайын зерттеу арқылы таулы экожүйелердің тұрақтылығы мен табиғи жағдайын бағалауға болады. Нәтижесінде Түркістан сілеусіні 78 бас, қар барысы 28 бас, сабаншы 18 бас бар екені анықталды, және олардың таралу аймағының орындары белгілі болды. Нәтижесінде сүтқоректілер деген жинақ кітап шықты. Мамыр айының 1-не дейінгі мерзімде мемлекеттік инспекторлардың бақылау журналдарына сараптама жүргізіліп, табиғат шынамасының кезекті шығарымы жинақталды. Ал 2026 және 2031 жылдарға арналған жаңа 9 ғылыми тақырып бойынша жоспарлар құрып, және де жетекшілерімен келіссөздер жүргізілді. 2026 және 2031 жылдар аралығында алынған 9 тақырыпта өзекті. Олар Сиверс алмасының генетикалық резерваттары және оған төнген қауіпті факторлер, парктың эндемик және дәрілік өсімдіктері, олардың қазіргі жағдайы мен сақтау шаралары, өсімдіктерді жасыл қалемшілеу технологиясын әзірлеу, петроглифтер мен сакральды нысандарды зерттеу, жайылымдарды бағалау, құстардың азықтық базасын зерттеу, орман пайдаланушылар мен және ірі жыртқыштар мен қақтығыстарды азайту секілді тақырыптар. Осы тақырыптар бойынша ғылыми қызметкерлермен 12 далалық экспедиция ұйымдастырылды. Аталған тақырыптар бойынша зерттеулерді оңтайландыру мақсатында Жетісу өлкетанушылар орталығының зоология және ботаника институтының мамандарын ғылыми жетекші ретінде алып, бірлесе жұмыс жасау үшін келісім шарттар жасалды. 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында Топырақтану институты ұлттық биотехнология орталығының мамандары ұлттық парк территориясында өз жобалары бойынша далалық жұмыстар жүргізді. Ғылыми қызметтің нәтижесі бойынша 3 ғылыми мақала жарық көрді және теледидарға 4 сұхбат берілді. Алтын емел және Іле Алатау ұлттық табиғи парктерінің 30 жылдықтарына арналған халықаралық ғылыми конференцияға
ұлттық табиғи парктың мамандары қатысып баяндама жасады. Сондай-ақ мамыр айында Сиверс алмасы табиғи мұра және экологиялық туризм әлеуеті атты ғылыми-практикалық дөңгелек үстелді ұйымдастырды. Сондай-ақ ақпан айында филиалдардың мемлекеттік инспекторларына фенологиялық бақылау жүргізу және күнделік толтыру бойынша оқыту семинарлары мен тестілеу жұмыстары жүргізілді. 3 ғылыми-техникалық кеңес отырысы өткізілді. Жыл аяғына дейін 9 ғылыми тақырып бойынша орындалған жұмыстардың жылдық қорытынды есебін дайындау, жиналған далалық материалдарды өңдеу, ғылыми қорды толықтыру жұмыстары алдағы уақытта орындалатын болады. Туристік рекреациялық қызмет бойынша атқарылған жұмыстар. Осы жылдың бірінші жартыжылдығында паркімізге 4064 турист келді. Туристік рекреациялық қызметтен түскен жалпы қаржы сомасы 7 миллион теңгені құрады. Ұлттық паркте 13 туристік маршрут және эко-экологиялық соқпақ жұмыс істейді. Маршрут бойында 5 бақылап өткізу бекеті. Олар Көкжар, Сарқан, Кішібасқан, Үлкенбасқан және Сарқан орман тұқымбағы жұмыс істейді. Бақылап өткізу бекеттері ақпараттық стендтермен, төлем жасайтын QR кодпен, туристерді тіркеу журналымен және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама беруді тіркеу журналдарымен қамтамасыз етілген. Одан бөлек 11 шлагбаум, 20 бивак алаңы, 30 демалыс орны, 3 фотозона, 12 қарап көру алаңы, 7 ақпараттық сәлемдесу стенді, 5 кіру аркасы, 15 автотұрақ, 20 от жағатын орнын, 77 ақпараттық тақтайша, 151 ақпараттық аншлаг, 68 бағыт көрсеткіш, 27 дана қоқыс контейнер, 20 дана урна, 37 дәретхана орнатылып абаттандырылған. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында келушілер мен демалушыларға қолайлы жағдай жасау үшін туристік маусымға дейін туристік маршруттарда абаттандыру жұмыстары жүргізілді. 2025-2026 жылдың бірінші жартыжылдығына дейінгі аралықта атқарылған ауқымды жұмыстарды айтатын болсам, бұл номер 5 жоғарғы Жасылкөл туристік маршрут бойында орналасқан Үлкенбасқан шатқалында келушілерге жайлы жағдай жасау мақсатында мемлекеттік инспекторға арналып бөлек жаңа үй салынды. Мемлекеттік инспектор тұратын бұрынғы үйге толық күрделі ремонт жұмыстары жүргізілді. Ғимараттың ішкі әрлеу жұмыстары заманауи талаптарға сай жаңартылып, толық қалпына келтірілді. Түнеп қонатын туристер үшін ғимарат іші заманауи төсек орын жабдықтарымен және қажетті жиһаздармен қамтамасыз етіліп, демалуға толық жағдай жасалды. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында осы шатқал аумағында бір жаңа демалыс беседкасы орнатылды. Номер 4 Шумский мұздығы туристік бағыт бойында Кішібасқан шатқалындағы кордон толығымен жаңартылып пайдалануға берілді. Мемлекеттік инспекторға жеке жаңа үй салынып, бұрынғы тұрғын үйіне заманауи үлгіде күрделі жөндеу жұмысы жүргізілді. Мұнда да туристердің қонуына арналған барлық жағдайлар жасалды. Кордонның ауласына көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Маршруттың басына жаңадан бір кіру аркасы орнатылып, маршрут бойында 2 жаңа беседка салынды. 2025 жылы Кішібасқан өзенінен өтетін арнайы жаяу жүргіншілерге арналған көпір пайдалануға берілсе, биыл осы жерде бір жаңа беседка орнатылды. 2026 жылдың екінші жартыжылдығында осы жерге қосымша беседкалар орнату жоспарда бар. Кішібасқан кордонның ресми ашылу шарасы өткізілді. Номер 3 ғылыми танымдық туристік бағыты бойынша аумаққа кіріп шығатын келушілерді тіркеу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және бақылау режимін күшейту үшін бір бақылап өткізу бекеті жаңадан салынып пайдалануға берілді. Осы маршрут бойында бір жаңадан беседка салынып, қонақ үйге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жағдай жақсартылды. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында номер 15 Көкшата туристік маршруты бойынша маршруттың бастау алатын кіреберіс бөлігіне арнайы бір кіру аркасы орнатылды және де бір жаңа беседка орнатылды. Демалыс аумақтарындағы санитарлық гигиеналық тораптар жаңартылып, тазалық пен экологиялық талаптарға сай келтірілді. Бағдарды анықтауды жеңілдету және қауіпсіздік ережелерін түсіндіру мақсатында қосымша ақпараттық аншлагтар қойылды. Өңі кеткен баннерлер жаңартылды. Сарқан ауданының Теңгеріміне тиесілі Тополевка ауылында орналасқан визит орталықты ұлттық табиғи парк 1 жыл мерзімге өтеусіз пайдалануға алды. Қазіргі таңда ұлттық парк аталған нысанда туристерге қызмет көрсету, экологиялық ағарту және ақпараттық жұмыстарды ұйымдастырып, визит орталықтың тиімді жұмысын істеуін қамтамасыз етуде. Номер 6 туристік маршруттың бойына бейне бақылау камералары орнатылып, жаңадан бір демалыс орны салынып пайдалануға берілді. Лепсі ауылына кіре берісінде Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық
табиғи паркінің кіру аркасы орнатылды. Сонымен қатар Жасылкөл көліне баратын маршруттың бойындағы қауіпсіздікті талап ететін ескерту белгілері қойылды. Карбушка және оның әсемдігі маршруттың бойына бір қарап көру алаңы орнатылды жаңадан. Төменгі Жасылкөл көліне апаратын маршрут бойында мемлекеттік инспекторға арналған бір кордон құрылысы 2025 жылы басталған болатын. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал жыл соңына дейін нысанды толық аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар ұлттық парк аумағындағы туристік маршруттар бойында тұрақты түрде профилактикалық және түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, тазалық жұмыстары ұйымдастырылады. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында туристік маршруттар мен экологиялық соқпақтардан 4 тонна қоқыс шығарылды. Биыл облыс әкімінің қолдауымен жергілікті бюджет есебінен туристердің қауіпсіз әрі жайлы қатынауын қамтамасыз ету мақсатында жол жөндеу жұмыстары атқарылып бастады. 2026 жылдың 4 мамырында ұлттық парк пен Сарқан ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі арасында автомобиль жолын жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы шарт жасалды. Маусым айынан бастап жол жамылғысын тегістеу жұмыстары атқарылып бастады. Алдағы уақытта жолға қиыршық тас төсеу жұмыстары жасалынады. Жөнделетін автомобиль жолдың ұзындығы 7 километр. Жөндеу жұмыстарын 2026 жылдың қараша айына дейін аяқтау жоспарлануда. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында облыстың туризм басқармасының қатысуымен әлеуетті инвесторлар және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қатысуымен кездесулер ұйымдастырып, инвестициялық жобаларды іске асыру мүмкіндіктері талқыланды. 2026 жылдың екінші жартыжылдығында туристік инфрақұрылымды дамыту мақсатында бекітілген бас жоспарға сәйкес рекреациялық учаскелерді ұзақ және қысқа мерзімді пайдалануға беру бойынша тендер өткізу және пайдаланушылармен келісімшарт жасау жоспарланып отыр. Ұзақ мерзімді пайдалануға 6 лот, қысқа мерзімді пайдалануға 28 лот тендерге қою жоспарлануда. Экологиялық ағарту бағыты бойынша атқарылған жұмыстарды айтатын болсам, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында бұқаралық ақпарат құралдарына 101 мақала жарияланып, телеарнаға 18 сұхбат берілді. Ұлттық табиғи парктың ресми сайты, Facebook, Instagram, TikTok сияқты парақшаларда тұрақты түрде жұмыс жасайды. Олар арқылы ұлттық парктың қызметі туралы ақпарат салынып отырады. Бірінші жартыжылдықта әлеуметтік желіге 339 жарияланым жарияланған. Сарқан, Ақсу, Алакөл аудандарының оқу орындарында табиғатты қорғау мақсатында 72 дәріс сабақтары мен 66 әңгіме сұхбат, 12 семинар, 18 тақырыптық көрмелер, ұлттық парктың табиғат мұражайына 48 экологиялық экскурсия өткізіліп, 8 мектеп орманшылығы мен жоспар бойынша жұмыс атқарылды. Ағымдағы жылдың 22 наурызынан бастап 5 маусымға дейін парктер шеру 2026 халықаралық табиғатты қорғау акциясы өткізілді. Айта кету керек, 2025 жылғы парктер шеру акциясының қорытындысы бойынша ұлттық табиғи парк жүлделі 3-ші орынға ие болған. Биылғы акция аясында 14 экоакциялар мен 28 экосенбіліктер өткізілді. Акцияға 4300-ге жуық адам қатысты. 26 сәуірде Китаев 2026 халықаралық туристік көрмесіне қатысып, ұлттық парктың туристік әлеуеті таныстырылды. 2 мамырда Жетісу облысы Сарқан ауданында республикалық деңгейде Сиверс алмағашының гүлдеу фестивалі өткізіліп, 7000-ға жуық адам қатысты. Фестиваль кезінде парк қызметкерлері белсенді қатысып, көрме ұйымдастырды. Сонымен қатар номер 3-ші Сиверс алмасы ғылыми танымдық туристік маршрутқа ақпараттық тур ұйымдастырды. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Жасыл даму акционерлік қоғамның қаржыландыруымен Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі ақпараттық және имидждік қызметтер жобасының аясында ұлттық табиғи паркке 10 дана ақпараттық баннер, 30 дана экоурна, 40 дана қоқыс контейнері, 30 мың дана биопакет және 10 дана экологиялық орындық берілген болатын. Аталған жабдықтар ұлттық табиғи парктың туристік маршруттарына орнатылды. Сонымен қатар ұлттық паркке келушілермен тұрақты түрде қалдықтарды сұрыптау бойынша және экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп отыр. Ұлттық табиғи парк аумағында музейде тұрақты түрде экологиялық ағартушылық жұмыстар жүргізіледі. Музейге келушілерге парктың табиғи ерекшеліктері, биолантүрлігі және қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығы туралы ақпарат беріліп, түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылады. Қорыта айтатын болсақ, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында туризм, ғылым және экологиялық ағарту бағыттары бойынша жоспарланған жұмыстар уақытымен орындалды. Назарларыңызға рахмет.